Армысыздар, бармысыздар менің тыңдармандарым. Арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосып, кішкентай да болсын пікір бөліміне жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Ал енді әңгімені тыңдайық. Еліміз аман, жұртымыз болсын дегім келеді. Жаңа әңгіме. Аурухана. 2 кісілік палата. Жанымдағы 63 жастағы әйелдің әдемілігіне, мүсінінің жақсы сақталғанына таң қаламын деген. Ұзын бойлы, қара торы, қыр мұрынды, көздері ботадай. Әпке, бетіңізге не жақтыңыз, әжім жоқтың қасы? Спортпен айналысасыз ба? Фигураңыз қандай деймін? Кеп. Жоқ, өмірімде опадалап жаққан емеспін. Тек оқта-текте айран жағамын. Бұл тектен деп ойлаймын. Шешем марқұмда 70-ке жетіп, о дүниелік болғанша артық қырым еті жоқ. Әжімі де шамалатын. Әпкеміз көп сөзге жоқ, әр сөзді орынмен айтатын ақылға байжан екені көрінеді. Мен де тықақдап қоймаймын келіп. Әпке, қосағыңызда сіздей келбетті ме? Әпкем күлді. Еркектің сұлулығы не керек? Ішкі дүниесі жұтаң болса. Ақыры әпкемнің бастан өткен өмірін айтқызбасқа болмады. Әке шешем Қызылдың құмында мал бағады. Ағам әскерде, мен мектепті енді бітіргенмін. Жаздың кезі. Қызылқұмның аптап ыстығын сөзбен жеткізу оңай емес. Бұл жерде күн жай ғана шықпайды. Төбеңнен төніп, жер ананы отқа орайды. Түске қарай құмның қызуы табанды күйдіріп, көкжиекте сағым теңіздей толқиды. Жел тұрса да сая болмайды, қайта қызған тандырдың аузынан шыққандай бет қарып өтеді. Мұндай ыстықта құстың өзі сая іздеп үнсіз қалады. Сексеуілдің көлеңкесі де пана бола алмайды. Адамның әрбір қадамы төзім мен сабырдың сыналған сәтіне айналады. Қызылқұмның аптабын бір көрген адам ғана табиғаттың құдіретін толық сезінеді. Бұл өлке ыстықтың ғана емес, төзімділік пен қайсарлықтың да мекені. Осындай қатаң табиғат аясында еңбек етіп жүрген малшыларға, диқандарға, дала еңбеккерлеріне құрмет ерекше. Аптапқа мойымай маңдай термен елдің ырысын еселеп жүрген қойшылар. Соның бірі бізбіз. Әкем 2 қойың 1 сом деп адам. Әкемнің шаруадан көрі ішімдікке жақын кездері аз болған жоқ. Совхозда малшылардың жиыны бар деп үйден шығып кетеді де, апталап қайта оралмайтын. Сол кеткеннен ішіп жүретінін кейін білетіміз. Малдың жайында дұрыстап ойламайтын. 2-3 күнде бір 3 аяқты Орал мотоцикліне мініп, малшыларды аралап қайтқан болады. Ал үйдің бар ауыртпалығына анамның иығына түсетін. Бейнет үшін жаратылған жан еді. 1 жасар інімді маған қалдырып, өзі атқа мініп мал бағуға кететін. Кейде оның орнына мен шығатымын. Бала болсам да еңбекке ерте араластым. Біз үшін балалық шақ ойынмен емес, тіршілік қамымен өтті. Сол күндердің қиындығы өмірдің қадірін ұқтырды. Анамның төккен маңдай тері, қайсарлығы мен төзімі бізге ең үлкен тәрбие болады. Ал әкемнің бір жақсы қасиеті қанша ашуланса да, аузынан боқтық сөз көп шыққанымен, анама қол көтерген емес. Бірақ ол мал бағуды өз міндеті деп қабылдамайтын. 4 түліктің қамын жасау табиғи түрде анамның мойнындағы жүк сияқты көрінетін. Егер бір мал шығын болса немесе өзі сырқаттанып қалса, кінәні алдымен өзінен емес, өзгеден іздейтін. Біреуді жазғырып, сылтау табуға бейім еді. Ал анам ешкімді кінәламайтын. Бәрі ауыртпалықты үнсіз көтеріп, таңның атысынан күннің батысына дейін еңбек ететін. Оның төзімі мен еңбек қорлығы біз үшін өмірдің ең үлкен сабағына айналды. Анам сол жылы қатты ауырып аудандағы ауруханада 3 ай емделіп, інім екеуміз нағашымыздың үйінде болдық. Күнеге інімді 2 рет ауруханаға апарып еміздіремін. Ревматизм ұзақ емделетін кесел екен. Күзге салым құмға қайттық. Анам малды өзі санап, түгендейтін. Санап кеп жібергенде 100-дей қой кем шықты. Ары бері іздеп табылмады. Әкем ой байлады.
сотталатын болдым, түрмеде шіреймін ау. Малды қарамай ат үсті қарап, қаңғырып арақ ішіп кететінмін. Солай жоғалтқанымен ісі жоқ. Жатып кеп Құдайды қарғайды. Бір күні мотоциклін өкпеге теуіп оталдырат, тырылдатып кеткен ол ертеңіне кешке бірақ оралды. Кешқұрым далаға текемет төсеп, самауырмен шай ішіп отырғанбыз. Тәй-тәй басқан інім біресе киіз үйдің ішіне кіріп, біресе шығып ойнап жүр. Әкем асығыс. Құрақ көрпешенің үстіне құс жастықты шынтақтай құлады да маған қарап, «Сені күйеуге беретін болдым», деп бетіме бажырайғаны. Біреу төбемнен суық су құйып жібергендей, денем тітіркеніп, қолымнан кесе түсіп кетті. Анам болса, аңтарылып қалды. Анам кесесін дастарханға қойып жүзі сұрланып, «Бұның не? Қызымды байға берер жайым жоқ. Ағасы көктемде әскерден келсе, оқуға жіберемін» деді. Әкем тіктеліп отырды. Етшеңді адам еді, қосы қарны жарылып кетерде шермейіп, көк сәтен көйлегі жыртылғалы тұрғандай, енді анама ежірейді. Мен ұзатсам, шіріп кеткен бай жергес Сапарбайдың баласына деймін. Балға көлдің маңдай алды герой шапаны. Қызың не ішіп не киемін демейді. Ішкені алдында, ішпеген артында. Шалқып өмір сүреді. 9 қызының ішіндегі бетіне қараған жалғыз ұлдары, астында су жаңа бирес. Қайта Сапекеңнен маған ықыласы құлағанын айтсаңшы. Әйтпесе, үрерге иті, сығарға биті жоқ, менде кетейді қайтсын. Сен қызыңды өзің секілді шылығы шығып жүрсін дейсің бе? Анам сабырлы жан ғой, шаттықпады. Киерге киім, ішерге ас таппасам, сенің арқаң. Жалқаусың, басымды ауыртпа. Әкем енді мұрнын тартып қорс-қорс жылады. Сапекеңе рәстрет болғанымды айтқамын. Құда болайық деді. Есесінде жоқ, қойымның орнын жауып, 2 боталы түйе, 2 бұзаулы сиыр бермекші. Киім кешек, көрпе төсек, ештеңеменің қажеті жоқ. Жалғыз ұлым үшін жиған тергенім жетеді деді. 100 жылда бір туылатын мәрт кісі ғой. Күнім қанау, құлың болайын. Енді арақ ішсем, 2 қолымды төбеме қойып, қаңғырып кетейін. Сотталғым келмейді деп, жалынышқа тола жасаураған жанарымен маған қарады. Содан таң ата байғұс құсша сұңқылдап жыласын кеп, мен дүниеге қызыққан жоқпын, тек шынымды айтсам әкемді аятым. Мені кейде айналып толған атын жақсы көретін. Малды өргізіп, соңынан ат үстінде басы салбырап бара жатқан әкемнің артынан, «Көке, мақұл тиемін», деп айқайладым да, соңы егіңіреп жылауға аласқан. Әкем маз, 2 езуі 2 құлаққа жеткен. Кештетіп мотоциклмен 10 шақырым жерде белқұдыққа отырған Сапарбайдың үйіне барып қайтты. 2 күннен соң біреу 100-ден аса қой, 2 боталы түйе, 2 бұзаулы сиырды қоса айдап әкелді. Енді жігіт жақ босағамызға қонақ болып, күйеуді маған көрсетпекші. Әкем малшыларға су таситын, Құтты Мұраттан 1 жәшік арақ, тәтті құтылар алдырды. Алып ішіп, аузы сөзден босамайды. Қызым, былтыр көргемін. Құданың Балға көлде үлкен зәулім сарайдай үйі бар. Енді өзің бей өзің қожасың. Саған ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Барлық қыздары жан жақта байда. Адам танысам ұлыда бір әулие момын. Сол жақсы ғой. Атша ерттеп, мойнына мініп аласың. Өз сөзіне риза. Кеңкілдеп күледі кеп. Қуанып жүрген мен жоқ, іштегі сезім бәрі тас болып қатып қалғандай. Не болып, не қояды, мүлдем қызық емес. Шешем терең күрсініп жүр. Не болса да ішінде. Межелі күні таң атпастан шешем деу бір дөнен қойды сойды. Біздің үйде осылай. Әкем қашан малды бауыздап болғанша жоламайды. Жаны ашидымыз. Негізі малды ер кісі бауыздау керек, үйдегі ер кісіміз қашып жүрсе қайтеміз. 2 киіз үйдің алдындағы ошаққа бауырсақ пісірілді. Сексеуілдің шоғынан нан жабылды. Апам малды жілік-жілігімен үлкен ошақтағы қазанға салып,
көбігін алып, жас еттің иісі мұрынға жағымды тартып, мен болыскей самаурынға ошақтан шыншуырмен от салып, әкем малды қотанға еріп, керегесі түрулі киіз үй маңына құдықтан су тасып, сеуіп жүр. 2 шақырым жердегі құдықта отырған әке шешемнен жақсы сыйлас қойшы, Алтын мен Жұмаш көкелерде ат басын тіреді. Түс әлбетінде құдалардың да төбесі көрінді. Құмнан асып түсер қасқа жолға көздерін сатып жүргенде төтелеп тартқан 3 аттылы бір түйелі көрінді. Күннен көзін қолымен көлегелеп тұрған Алтын, «Ой, тобай, мәшинелері бола тұра мұныс несі?» деп аузын сылп еткізді. Қос киіз үйдің екіншісінде ұн, жем-пем тұратын жерде жабдықтап сығалап тұрмын. Екінші қараша үйде дастархан жайылып, төргі көрпешелермен төңкеген жастықтар төселген. Дастарханда өзіміз жасаған құрт сарымай, сап-сары ірімшік қойылған. Анам еңбекқор, шіліңгір шілдеде өз қолымен ешкінің жүнінен ескен жепке қойд, түскі мезгілде суға түскенде ұстап алып, көгендейміз де мал сауамыз. Одан қарынға май салып, іргеге тастаймыз. Шетінен кесіп алып, келесі жазға дейін жейміз. Қарынға салған майдың бұзылмай сақталатыны да бар. Қап-қап құрт, ірімшігіміз тағы да бар. Алтын қызанаға келген тәрелкеде пішінан мен кәмпитте бар. Бар, мәзіріміз осы. Қонақтар кермеге жетіп, алдынан шыққан әкем мен Жұмаш көкем қарсы алып тұр. Бір арық сарайыр, екіншісі 2 өркеші баладай, шудасы желкілдеген түйедегі денесін қаппен буғандай семіз қарайыр. Сірә аттың көтер алмасын білген ау. Ана елден түйенің өзінің белі қайысып кеткенде көрінді. Түйесін шөгеріп, онысы жынын шашып, бұйдасын тартқан сайын бақырады кеп. Үшіншісі орта бойлы, басында шіляпасы бар егдекісі. 4-ші жапырайған бала. Сонда күйеусі мағым қайда? Ауырып қалды екен, әлде ол қызды алмаймын деп тұлан тұтып жатыр екен. Әрине, енді мұрт тебіндеп, жігітке аяқ артқан қайбір ерте аяққа тұсау салып, әлбет жүзін мүлдем көрмеген қызды ала қойсын. Жасы да менімен түйдей жасты, 17-де екен, естуімше. Қу тілді Алтын, белестеріңізді аядыңыздар ма? деп күлді. Егдекісі жанымыздан аяп, неміз бар? Темірдің аты темір ғой, таңертең табандап жүрмей қалғаны. От алады, қозғалмайды, деді қос қолдап амандасып жатып. Жұмаш көкем елпілдеген шағын кісі еді. Құманмен иығына сүлгі салып, меймандардың қолдарына су құйды. Сәбекеңнің өзі еті сүйегіне жабысқан арық кісі. Әкемнің құдалығынан күйеудің әкесі екенін, түйенің жарты етіндей әйелге құдағилағанынан анасы екенін ұққанмын. 2 иіннен зорға дем алып, бұрқ-сарқ қайнаған сары самауырынды теңселтіп үйге кіргізгендер, ерлер жағы білдірмей қараса, әйелдер жалт қарасты. Шығып бара жатқанымда Алтын, қызым-ау, шай құйсаңшы деген соң, кері бұрылдым. Көзімде төмен салып, ұялып отырмын. Іште күйеудің келмегенінде дұрыс болды, бір түрлі ұят сияқты ма, деп қоямын. Жолаушылар шөліркеп ақ қалыпты. Жүздерінен моншақтай аққан төрлерін көлдей шашақтарымен сүртеді келіп. Дастарханға бойны қылқиған бір шөлмек қойылып, басың ауырсаң сынбайтындай қайта кәләң жарылардай стакандар қойылды. Ол кезде көп адам ішетін. Бізді Құдай жоқ деп оқытты ғой. Қазір ғой Құдайдан қорқып, оның ең басты қарам екен айтылатын. Ине жеген итте ілмеген сара ел кеше әкемнің айтуынша Сапарбайдың отырып қалған, етегін жел ашпаса ер ашпаған қарындасы Саракүл. Әжем айтушы еді, қызбайға тимесе де қартаяды екен деп. 50-ден енді асса да бетінде шибарқыттай әжім көп. Даусы нәзік, қыздың даусындай-ақ екен. Ішпеймін, бұл құрғырыңды деп отырған. Әкемнің кеу-кеулегеннен соң стакан толы арақты сіміріп алды. Құдағи мүлдем сөзге жоқ, жайын ауызға бауырсақты сарымайға әліп алып, қылғыта салады. Шай ішсе де өзгеше,
Шақпақ қантты кеседегі шайға батырып, ауызға салып, құрт сорғандай сорып, ұртын бұлтыңдатып. Бала әнімен ойнап, біресе мойнына мінгізіп, мәз-мейрам ойнап жүр. Алтынның өздерімен ілестіре келген баласы біздің малды торы жабағына ертеп мініп, өргізіп кетті. Жұмаш көкем бала мінезді, бір әуле жан ғой. Арақ құйып екеуінің әңгімелеріне бас шұлғып, кейде балаша күліп қана отырдық. Сабекең әңгімешіл, әзілқой кісі көрінеді. Әңгімеге Алтын апам ғана араласып қояды. Сарагүл сол кездегі тек саудагерлерге ғана болатын Ләйла деген матадан көйлек кисе, семіз құдағи жылтыңдаған күн түннен киген. Барын киіп, бақанын сайлап, енді болашақ құдаларының үйіне алғаш рет аяқ тартса. Әркімнің қолына түсе бермейтін әйбат көйлектеріне ақ шалтырақ сымы бар. Дефицит жаулық тағынған. Шешемде мұның бірі де жоқ. Шай ішіліп болған соң ерлер жағы ет піскенше құм басына барып, әңгіме дүкен құрмақшымен сыртқа беттегенде әкем Жұмаш көкеме ымдады. Дереу түсіне қойған көкем бір тәрелке туралған қызанақпен, керегеде ілулі тұрған сөмкеден бір шөлмек арақты іле кетті. Дастархан жиналған соң Сара балаға ананы бері әкел деді. Босағада төңкиіп жатқан қоржынды. Мен шығып бара жатыр едім, қызым, мұнда кел деп шақырды. Қоржынның бір басындағы түйіншекті алып, байлауын шешкенде еңке неше түрлі кәмпит, пішендер бар екен. Құдағи, шай ішерсіздер деп қоржынға сақина толық, қолын білегіне дейін тығып жіберіп, екі пашка сыртында пілдің суреті бар үнді шайын алып, апама ұсынды. Қазіргі қат шай көбіне грузин шайын ішеміз. Үндідей қош иісі емес. Бір түрлі иісі бар. Сыр білдірмегенмен апама ұнағаны анық. Енді Сара қоржынның екінші басынан тағы да бір шыт көздемеге түйілген түйіншек алып, түйінін шеше алмай, тісімен жұлқылап әрең шешті. Әуелі көк костюм шалбарды құдаға деп қойды. Әкеммен ес білгелі бір жаққа шықса үстіндегі қоңыр костюм шалбарын тастаған емес. Ол келген соң апам темір үтікке шоқ салып қыздырып, өтіктеп қоятын еді. Енді міне су жаңа ішімнен қуанатын болды деп тұрмын. Ай сайынғы малшыларды аралайтын автоловкада костюм шалбар емес, шляпаның түрлісі болатын. Екі шеті қайырылып, ортасы түскен шляпаны ерлердің көбісі киетін. Ал құдағи үстіңде тосын деп, апама әр жерінде көк гүлі бар крептешін көйлекті қоярда қоймай кигізді. Шапшақ, кеуде тұсынан кең бүрмелі етіп тігілген. Өзбекше көйлек дейтіміз. Ал берінен бүріп тігілген көйлекті қазақша көйлек дейтіміз. Маған етегін күліш етіп тігілген Ләйладан тігілген көйлек. Баламыз ба, мәз болып кидім. Сарагүл, өзім тіктім. Бұл әншейін құр күлмейік дейікті. Бастамасы деп қояды, сыбызғыдай даусымен. Ошақтағы ет мана пісіп қойған, енді астына сексеуілдің шырпысын жағып қамыр салуға кірістік. Бала ошаққа шырпы тоғытып, апамен бірге сиыр сауысып жүгіріп жүр. Күнде тас төбеден еңкейген қоңды қойдың еті аса майлы, қамыры да дәмді. Басқасын қайдам, құдағи мен әкем ет жеуден алдарына жан салмады. Тамақ сау әкем күн ара ет жемесе жаны шығып ұрысып, қабағы кіржиетін еді. Ет болмаса қамырдың үстіне жұмыртқа қорып, ол болмаса қамырды жіңішкелеп кесіп, суға салып қайнатып, үстіне май пияз қуырып береміз. Кейде сары майды ертіп, қамырдың үстіне қоямыз. Әйтеуір күн ара қамыр жемесе ашуланатын. Құдағи бір майлы ет, жылтыраған құйрықтан қамырға қосып алақанына салып, апандай ауына салғанмен, маған ол кісі шайнамай жұта салатын секілді көрінді. Сүрленген бойда құдаша Сарагүл әйтеуір жегенсінді. Арақ шіркін, іште тыныш жатама. Әзіл кеулеген әңгіме, күлкі. Сапарбай, мына құдағиларыңыз маған келгенде үзіліп кетерде. Нәзік қара қыз еді. Мұның қалай түйенің жарты етіндей семіргенін айтайын, деді көзінде күлкі ойнап. Оған ашуланған құдағы жоқ, бір ыржиды да қойды. Асқан сабырлы жанау, не сырдың суы сирағынан келмейтін адам. Осылай топшылдадым.
Ет желініп жатқанда ассаламағалейкум деп дауыстарын соза үш кісі кіріп келгені. Гүгу әңгімеден естімегенбіз ғой, әйтпесе мұнда келе жатқан көліктің даусы қым асуларынан асқандағы ышқынғаны алыстан естілетін. Тапалдақ мұрнынан бұрып бүйректей беті бұрын көрінетін. Шықса ферма. Өмірі күлмейтін нәрсенің өзіне ақалап, айқайлап күле беретін кісі. Екіншісі ине жеген итті илмеген. Жағы-жағына жабысқан шопыр Бердібек. Әскерден келгелі жүк көлігін жүргізіп, біздің фирманың қойшыларына жем тасиды, көшіреді. Басшыларды алып жүреді. Шүрт көлікке барынша жын қуғандай құйғытып, айдағанына қарап, қос үрей атап кеткен. Үшіншісі ауылдағы момын кісі Жарасбай еді. Сап ферма. Енем жақсы көреді, білем, деп үйді басына көтере күліп, алды да әкеме қарап, жәрдемші деп жүредіңіз. Міне, шәкеңді әкелдім, деп төрге оза берді. Қонақ балалып етіп құманмен қонақтардың қолына су қойды. Әкемнің етегін ерде, желде көтермеген құдашасының бетіне ал қызыл жалын ойнап, себепсіз жымиып, жас бой жеткенше елді да қалды. Еттен соң қонақтар асығыс екендігі есіне енді түскенде асығыс аттанды. Жарасбай сыртқа төсек салдырып жатып қалды. Сапарбай үзілген әңгімесін ары сабақтады. Менің көкпар десе, жақсы ат десе жанып түсетінім бар еді. Бір тамырым, ойбай, несін айтасың? Бетбақта бір қойшының мықты тұлпары бар деседі. Сатадымыз. Бағасы да сол тұлпарға сай қымбат болған соң, әзірге сатылмапты деген соң, жолға шыққанбыз. Қызылордаға жетіп, одан Бетбақтың даласына түстік. Құдай салмасын. Тақыр, жазық, ұшы қиыры жоқ кең дала. Күн тас төбеден қадалып дүниені өртеп жіберерде естік. Тура бір үлкен ошақтан жалын атып тұрғандай. Әй, мәшинең бұзылып па қалса, суың болмаса қаталап өлесің. Тағы да малшылардың арасы ұзақ алшақ. Қазақ құлан жортпас құладөз деп, осы Бетбақ далаға арнап айтқандай екен. Межел жерге тамырымның газ үш жүк көлігімен күн ұясына батуға тақалғанда өлдім, талдым, әрең жеткенбіз. Айдалада құдықтың оң жағында екі киіз үй, сол жағында тағы да екі қараша үй. Біз ат басын тіреген үйден сылыңғыр қара келіншек шығып, діттеген үйіміздің құдықтың ар жағындағы екенін нұсқап жіберді. Үй иелері орта жастан асқан кісілер екен. Жөнімізді біліп, шаршаған шығарсыңдар, жатып демалыңдар, таңертең бала жылқыларды айдап әкелер еді, деді. Дастархан жайып, әуелі құдыққа байланған местен салқын дәмі тіл үйретін бал қымыз берді. Шөлдеп келген біздің шекемізден шып-шып тер шығып, рахаттанып қалдық. Далаға есік алдына текемет төселген, керек жоқ дегенімізге қоймай, отағасы әйеліне қазан астырды. Шаршап, құс жастықты жантақтай жатқанмен, тамырым үйесіне білдірмей түртіп, меңзеген жағына қарасам, бір сәмбі талдай майысқан, сұлу қыз шешесіне ошақ басында болысып жүр. Ұйқым шайдай ашылды да, аңдығаным сол қыз болды. Тамырым үй иесімен әңгімені соғып отыр, жүрекке шоқ түсті. Мана жата кетсем, ұйықтасамын деп армандаған мен ұйқы қайда. Түнмен шытыр жеген түйедей дөңбекшіп, екі көзім қыз бен анасы жатқан киіз үйде. Таңертең анық байқадым, қыз жүзіктің көзінен өткендей сұлу, адамның бетіне тіктеп қарамайды. Әлі сол ғой, пошымы өзгерсе де мінезі сол қалпы. Сабекең лекіте күліп алып әңгімесін жалғастырды. Бағасын келісіп, жануарды алып қайттық, бірақ жүрек құрғыр Бетбақта қалып кеткендей. Әке шешемде отбасын құр деп қылқылдап жүрген. Естігенде дереу келін түсірудің қамына кіріскен. Бірақ қызды қалай алып қашамыз, сол жағы қиын еді. Ойласа келе біз алғаш барған қазанның түп күйесіндей қара келіншекке бару болды. Сол көнсе қызды шығарып берсе, түнделетіп сол үйге де жеттік. Әуелгіде өзі де кеуі де шабына от тигендей туласын. Сосын қомақты ақшаны көргенде жанып түскен қыз мұраты кету ғой, бәріміз де осылай келгеміз. Сен қайта түнеу күні бір-біріңді көрдіңдер. Мен мұнаны көрмегемін деп, сылқ етіп күле салды.
Әкемнің құдасы менің болашақ қайнатам әңгімесіне әзіл араластырып, шонып-жонып қызықтыра айтады екен. Мұрнының астына екі айырылған мұрты езуіне жете бере ұшы аспанға қарай атылып тұр. Сүйірленген мұртын демпіл-демпіл қолымен ширата береді. Содан деді, жастықты шынтақтап баратып, төртеміз жатағап ақылдастық. Қызды қалай алып қашамыз? Қара келіншек барып, үйге ертіп келеді де көлікке атып ұрамыз. Қара келіншек қыздың әке-шешесіне күндіз келген көлікпен күйеуім бір жаққа кетті. Жалғыз қорқамын деп өтірікті шындай құдай ұрғандай етеді. Біз қараңғыда ереңдеп қызды алып келе ала ма? Жоқ, аузымыз топандай болып қайтамыз ба деп кеудеде күдік ат ойлап күтіп отырмыз. Көп күттірмеді. Нақ киіз үйдің алдына тақап қойылған белеске атып ұрдық. Дәл мына күйі болса, 10 жігіт көтеріп мінгізе алмас еді. Таңғалғаным, болашақ енеме мына әңгіменің түк қатысы жоқ секілді. Сарагүлдің артына аяғын созып жіберіп, енді де томардай аяғы бүгілмейді ғой. Аузына тіріде еріп, бітпейтін шапақ көк қанты салып жіберіп, арғы бергі ұртына ауыстырып бұртыңдатып, шайды қолын көтере кесесіне айналдырып, сораптап жеді. Сапарбай әңгіменің майын тамазады білем, әрі жалғастырды. Кемпірімнің осы мінезі ғой, жер қозғалса да қыңқ етпейтін. Аздап жылағансыды. Тулап мүмкім еді, енді мен сияқты жігіттің сұлтаны алып жатса, кеңкілдеп күліп қалды. Үзіліп кетердей нәзік еді, 5 қыз тапты, ұл тусам деді. Содан қайтера деген жеңгем бар еді, қойдың ұл табарын жесең, ұл туасын деген ғой. Ал кеп мал сойсақ ұл табарын жесін. Қыдырып барған жерінде де ұл табарды қылғытады. Ұл табар майлы тағам келіншегімді майлы қылды. Жонданды, семірді. Тағы 4 қыздан соң барып, ұлды болғанымызда ұл табар жеуді тоқтаттау. Араққа қызып алғандар ду күлді. Құдағиға бұл күлкіде әсер етпеді. Мана ғана етке меймілдеп тойған еді, енді сарымайға бауырсақ қосып жеп отыр. Ойбай, ертең келін болса мына елді тойдыру қиынау. Күнім тамақ пісірумен өтетін шығар деп қорықтым. Қонақтар қайтуға қам қылды. Тіктеліп отырған Сапарбай құда деді даусын соза. Біз келінімізді тезірек қондырсақ деп едік. Нақ ерте. Үй ішіңізбен үйге қонақ болыңыздар. Босағамызды көріңіздер деп. Әкем қарсы шықты. Жоқ құда. Біз құда атанған соң бір атауға барамыз. Онда бір күні түсте қызды алып кетеміз. Етекке түскенше түсірейік. 10 шақты күнде малшы біткен күріштің орнына көшеміз. Әрі қарай мал қашырым, мұрыннан сүрлігеміз. Бұныңызда жөн деп еді, өзгелер қоштай жөнелді. Қонақтар сыртқа шыққанда, алтын босағада іші бос қалған қоржынды ілегетіп, екінші киіз үйге апамды ертіп жетті. Мен де қастарындамын. Алтын таңертең өзімен бірге шашақты қара орамалға түйілген түйіншек әкеліп, кереге басына іле салған еді. Ашқанда ішінен екі бірдей қызыл ала атлас кездеме, екі ер кісінің жейдесі көрінді. Құдаларының қоржыны бос кетпесін, сенде жөндем мата жоғын білем ғой, деп маған 2 тәрелке кәмпит пішінейді арғы бір үйден алдырды да қоржынның бір басына салды. Екінші басына жаңағы өзінің маталарын жейделерді тоғытты. Сөйтіп көрме басына келдік. Қара бала аттарды ертеп, түйені шөгеріп дайындап қойыпты. Үлкендер қайта-қайта қимай қоштасып, зорға аттандау. Арақ шіркін адамдарды шектен тыс мейірімді етіп жібереді. Алтын енді өзіміз отырып, бір шай ішейік деп желпінді. Тура бір қонақтар шай ішкізбегендей самаурынның суын еселеп, от салып тұтатып, қайнаған соң үйге алып кіргенімде қалған арақты қайтарып алған Жұмаш көкем жастықты шынтақтай жатқан күйі басы дастарханға тие ұйықтап, әкем қалғып мүлгіп отыр. Далаға құм үстіне төсек салып, екеуін сүйрелеп жүріп, зорға төсектерін жеткізді. Шай енді үшеумізге тиді. Сексеуге қайнаған самауырдың жуық арада оты басылмай ызыңдады да тұрады. Алтын аздап қызған, әуелетіп әнге салды. Бейне ғашық жанша қосыла алмай арманда кеткен қос ғашықша. Мұңды зарлауен, соңынан Жандарбек ау деп, пода-подасы шығып үнсіз өкседі.
Жандарбек деп тұрғаны сүйіп қосылған жары. Бір балалы болғанда көкпарда аттан құлап қаза табады. Естуімше екі иығына екі кісі мінгендей сымбатты көрікті әнші болған. Жыл өткен соң әмеңгерлікпен Жұмаш көкеме тиеді. Жұмаш ағасында емес, өгіз туды десе сенетін. Тәпелтек бойлы момынжан. Апам ұрысты, қойшы, әлдеқашан сүйегі қурап қалған адамды жоқтамай. Өзінің де жанары суланып, қайта-қайта күрсінеді. Басу айтайын деді де айтпесе, көрсоқыр емес. Етегімен жасын сүрткен алтын көрдің бе? Кеу баламен адам танысам, өмір маңдайыңнан шертпек түгілі бетіңе қарап, әй дейтін адам емес дегені. Бір мұздай жел қойны қонышымды кеулеп бара жатқандай тітіргендім. Сонда анау қортық балама, даусым сауға кетіп бара жатқан жанша үреле шықты. Өлсем де тимеймін. Екеуі де аңтарылды. Жазғанау, білмедің бе? Күндікпен зыр жүгіріп жүрген жігіт қой. Бай балам салып жатырмын, апам үнсіз. Іште егіліп отыр, алтын қатқыл сөйледі. Бойын не қыласың? Суға байлатайын, деп бедің? Сүрегендерде жүр, нан таппай жатып, ішер жалқаулар. Еркек 25-ке дейін бой өсет дейді. Әлі қайда оға дейін. Енді жұмсара бастады. Мына шешеңе қара, әкеңе тигелі жерге асқа, керге киімге жарыдымады. Біреудің бетіне қараған жалғызы, үріп-ішіп шайқап төгіп өмір сүресің. Әкең секілді дөңкиген біреуге бойлы екен деп тигенде не рахат көресің. Махаббат, сахабат дегенің жоқшылықтың шоғына көміліп, өмірдің қиындығын татасың. Ой несей, бұлданып. Қызылдың құмында Сапарбайдың малды, қоңды ешкім жоқ. Қайта ықыласының құлағанын айт. Байыда сенен тым қысқа ой емес, иығыңнан келеді-ау. Уәде Құдай аты, сөз берісіп, қол алыстық. Қой, қиқаңды. Жаспын ғой, алтынның сөздеріне кәдімгідей иланып қалдым. Сөз бас жарады, бас жармаса тас жарады дегені осау. Арғы күні есік алдына қарап, белес тоқтап, ішінен күйеу жігітпен тағы да бір сылыңғыр қара бозбала түсті. Мен анада өздерінің әкелген крептешін көйлегін киюге намыстан автолавкадан алған сары ала шайы көйлекті кигемін. Төрде отырған әкем мұрнын тартып қорс-қорс жылағаны. Әкенің аты әке ғой, қандай болса да. Қара жігіт, бізді ауылда күтіп отыр, батаңызды беріңіз деп алақанын жайды. Әкемнің даусы дірілдеп шешеме сен берші деді. Сөйлейін десе өкіріп жылап жіберетін түрі бар. Шешем қолын жайды, құлыным, барған жеріңде бағың ашылсын. Қосағымен қосағар, алдыңнан бақыттың жолы, деді де, одан әрі кемсеңдеп қоя берді. Жүрегім езіліп барады, туған үйіңнен жыраққа, беймәлім бағытқа мүмкін бағым. Мүмкін сорым алыстау қандай қиын. Сәлден соң, есікке булыққан күйі, қара бөлістің ішінен кетіп бара жаттым. Сол кеткеннен, шағыл құмдар жыңғылмен жантағы өскен жазық айналды. Мұрынға дарияның жұпар есі келді. 1,5 сағаттай жүріп отырып, алыста шамдарып көмескі біздің ауылдың тұсынан өттік. Сол ауылда әкемнің жақындары тұрғанымен біз интернатта жатып оқыдық. 2 аптада бір су таситын водовозбен малшылардың балалары құмға үйге барып қайтатынбыз. Ал өз үйім өмірі болған емес. Туа бітті қыс-қыстау, жаз жайлау киіз үйде өстік. Пысық малшылар ауладан не аудан орталығынан үй салып, не сатып алған. Әкемнің шаруаға қырсыздығы болмаса, біздің де баспанамыз болар еді. Ауыл жаққа үзіле қараймын кеп. Көш, туған ауыл, алтын бесігім. Енді тағы 1 сағаттан соң межелі ауылға жеттік. Ауыл арасы ұзақ болмағанмен басқа облыс, бірақ құмда іргелес қонып, көшетін малшылары. Бір-бірін таниды. Бір үлкен үйдің алдына жақындағанда рөлдегі кеу сымағымен көлікті бипілдетіп дейсін. Жол бойы жақ ашпаған, оның 2 көзі шоқтай жанып, 2 езуі 2 құлағында. Есік алдында бір топ адам. Маған бәрі өтірік секілді. Шіркі, оянып кетсем ғой.
Мынаның бәрі түс болып деймін. Қазанның түп күйесіндей жол бойы аузы бір жабылмаған қара жігіт. Мені көліктен қолымнан тартып түсіргенде бір қартаң әйел маңдайымнан сүйіп, басыма көлдей жаулық тақты. Үйге кірерде бір қатын сампылдап, какандоздағы бықсып жанған адыраспан шөбіне май тамыздырды. Оң аяғымен атта, шырағым деді де тағы да бірі. Шымылдықтың әр жағында отырған менің көңілім алай-дүлей еді. Сыртта күлкімен думен, әнмен тірек естілгенмен, жүрегімде үнсіз ғана зар жылап жатты. Мен бұлай үйге неге келдім? Тағдыр мені неге осы жолға салды? Қалай ғана мына қортық адамға жар боламын? Армандаған өмірім осы еді. Әлде менің арманымның бәрі осы шымылдықтың ар жағында мәңгі қалып қойды ма? Деген ойлар жанын жегіде жеді. Басым меңзең, не жылауға шамам жоқ, не күлуге дәрменім жоқ. Жүрегім кеудеме сыймай әлсін-әлсін дүрсілдеп соғады. Есіктен кірген әр адамның даусы маған үкім оқылғандай естілді. Ақ жаулық жамылғаныммен көңілім қара түнекке тұншығып бара жатты. Көзімнен сорғалаған ыстық жас ақ орамалдың ұшына тамып жатты. Бірақ оны ешкім байқамады. Себебі сырт көзге ұзатылған бақытты келін сияқты көрінгенмен, ішкі жан дүниемде үміті сөніп, арманы күлге айналған жас қыз ғана еді. Сол сәтте бүкіл дүние тарылып кеткендей болды. Өткен өміріме қайта оралатын жол жоқ екенін түсінген сайын, тағдырдың қаталдығына іштей налып, үнсіз ғана «Құдайым, маған сабыр бере көр» деп сыбырлаймын. Бірақ жастықтан ба, әйелдердің, Сапарбайдың 9 қызының айналып толғанғандарынан ба, еңсем тез көтерілген. 9 жақтан небір киімдерді үйіп тастады. Ондай киімдерді көрмеген басым қызылды жасылды дүниеге қызыққаным рас. Әйелдердің сөздерінше мынау зәулім үй, іші толған дүние, мыңғырған малдың иесі жалғыз өзім секілдімін. Оқта текте ақ торғын шымылдық ішіне сығалап қана қарап кететін. Күйеуімнің мәз түрін көргенде ғана жыланша жиырыла қалам. Көзіме көрінбесе екен деп тіледім. Жанымдағы қыз не деген сұлусыз деп тамсанады келіп. Шашу деп кәмпит құрттарын шашқан әйелдерде ауыздарынан суы құрып, реңдекен, тіпай-тіпай, тіл көзден сақта десіп жатты, бәрі бір-біріне қарап отырып. Шымылдық ішінде қыздармен аз кем көз шырымын алғанбыз. Таң ата тағы да қарбалас қуғыншылар құлқын сәріден жетті. 2 туыс жеңгем, бір нағашы ағам, оларды бәрін салып күтіп, кетерінде нағашы ағам мен бір жеңгем қызып алған, қоштасуға кірді. Жеңгем қызы бағың 5 елі білем. Мынандай баршылықта өмір сүру кез келгеннің талайына бұйыра бермейді. Енді ырбимай келіндік міндетіңді дұрыс атқар деді. Шекіл сары еді, ащы судың уыты бетіне ғана әсер еткендей шиқандай қызарып тұр. Әшейінде аузынан сөзі қолынан бөзі түскен үндемес нағашым батырланып алыпты. Осыдан осы үйде біреу маңдайынан шертсе, сразу маған айт. Маңдайын жарып таңдайын шығарам. Арақ шіркіннің құдіреті ғой, іште тыныш жатпайтын. Қысық көздері ежірейіп, едіре қарады. Татып алмайтын өмірі аш иттей ілмейіп, қабағы ашылмайтын екінші жеңем. Әй, жүріңдер деп, күштегендей алып, кетпегенде екеуінің жуық арадай қайтпайтын түрі бар еді. Кейін естідім ғой, кетер аяқ, ақ жол деп, ішкізгендері сонша, ауылға қалай жеткендері естерінде жоқ екен. Шымылдық, ішіне дастархан жайылып, буы бұрқыраған қуырдақ, 2 иіннен дем алып, бұрқ-сарқ қайнаған самаурын әкелді. Күрең сүт қатқан шай кәрлен кеселерге құйылды. Саракүлі, осы үйді басқаратын, тыным таппай жүр. Енеме бәрі бірдей сияқты, түс әлбетінде 2 келіншек 2 жағымнан ұстап, бет ашарға алып шықты. Жаулық астынан ешкімді көре алмадым. Дегенмен адам қарасы көп. Бет ашқан кісі әзілмен жиналғандарды қыран топан күлкіге қарқ қылды. Шымылдықта кірген соң Саракүл, бүгінше демал, ештемеге араласпа деп қойды. Әдетте келін бет ашардан соң үй тірлігіне кірісетін еді. Кешке күйеудің кластас дос-жарандары біраз отырып қайтқан. Соның өзінде түннің жарымы болған. Бір келіншек ауыз-аузына жұқпай, басына жаулық салынып, қыз мұңлық өзге табалдырықтан аттаған соң ендігі міндеті ана тану.
дегендей біраз пәлсапаны соғып, мені бір есікке кіргізіп жіберді. Ортада көлдей төсек, шаршағанмын, көзіме ұйқы тығылып, шетіне жата қалдым да, ұйқының тереңіне тез-ақ сүңгіппін. Азанда тұрғанымда жанымда теріс қарап, кеусімағым аузынан су ағып, ұйқыны періп жатыр. Оған қарауға шамағайда анам мен алтын апам ертең бір жерге барғанда тал түске дейін шалжиып жатып алма, ұят болады. Күн шықпай тұр, ұйқыдан өлген ешкім жоқ деп, құлағыма әбден құйып жіберген ғой. Үй тірлігі болсын, қара жұмыс болсын, жастайымнан әбден төсергенмін. Оның үстіне анам өте таза кісі. Соның тәрбиесі ғой, қолымнан бәрі келетін. Қонақтар жай-жаймен кетіп, тек Саракүл, ата енем қалған. Олар тал астындағы тапшанда самауырда ортаға алып шай ішіп отыр. Кешке дейін шаршайсын дегеніне қарамай, үйдің іші сыртын тап-тинақтай жинап, кешегідей ысталған шашықтарды жуып, ошаққа ет асып, тыным таппадым. Кешкі асқа Саракүл етті жей асқазанымыз ауырды. Бір әдемілеп кеспе көже жасайық деген соң, ошаққа от жағып көжеге қам қылдық. Енемнің түйенің жарты етіндей семіз денесімен қозғалу қиын. Саракүл еш қарап отырмайды, шарбаға өте епті. Және байыз таппайды. Кеспеге айран қатып, сораптап ішіп алғамыз. Күйім күндікпен ауланың шөбін шапты, ағаштарды суғарды. Неге екінін қарасам, суға түскен бүйдей шиырла шыным келеді. Адыс аяқты жуып, отау бөлмеге кірсем, тұлғасы тұрымтайдай болып, төсектің шетінде бақырайып жатыр. Байғұс бірдеңе деуге де баталмайды, екеумізге бір көрпе. Оң жақта жиналып тұрған көп көрпенің бірін алдымда, өзім жамылып алып, демде көзім ілініпті. Тауық шақырғанда оянсам, жанымда ешкім жоқ. Сыртта есік алдында шлянгамен су шашып жүр екен. Мені көріп, сасқаныма, сәлемес пе дегені. Шүкір деп, ернімді жыбырлатыптын. Алғаш тіл қатқанымыз осы болды. Сол күні артынып-тартынып құмға жол тарттық. Құмның шөптері сарғыш тартқан. Селеудің басы ырғалап, күміс толқында елестейді. Жусаны тұрып балақтап, балық көз, ырғай басы сарғыш тартқан. Құм шағылдарының бауырауында сексеуілдер өскен. Бір құмнан ассаң кейде арасында ай тақырлар кездеседі. Еркенің тақыры деген 2-3 шақырымда алатын тақырда жылан жалағандай шөп жоқ. Межелі жерге есік қалған жайлауынан да жеттік. Құм етегіндегі қазық жерге 3 киіз үй тігілген. Екеуі ұсталар қолдан құраған 8 қанат үлкен. Киіздері ақ қойдың жүнінен басылған, шаңырағы биік. Маңайдағы малшылар бізді күтіп отырған білем. Қазан қайналып, самауырлар қойылып, абыр-сабыр. Ал содан гүлхан той, ән айтылып, бір-бірімен айтысып, мәзмира. Түн ауа зорға татқасып, аттылысы атымен, көліктері барлар машиналарымен, мотоциклдері зорға тарғасты. Киіз үйлердің сән-салтанаты ерекше. Шаңырақтан салбыраған шашақтары, басқұрлары көздің жауын алады. Саракүл мен атамның бейнеттері ерекше. Одан өзге жәрдемші 2 қойшы бар. Атамыздың сосын екенде артық қырым еті жоқ, арықтығы. Әкемді салыстырамын, тірліктен көрі бетін іргеге беріп, қарны кебежедей болып, қорлыға басып жатқаны. Мал баққанға бітеді деген рас екен. Енеміз аурума, жоқ іркілдеген сападай мол денесін игере алмай, күн ұзақ жатады да не отырады. Артық ләмем сөзі жоқ. Кеусімағымда күн ұзақ сауын сиырлар мен түйелерді сауын уақытында өрістен айдап келіп, сауысып, бұтау бұзауларға шөп орып, суғарып, одан қалса өзі де бір жағынан сауысып бейнетке піскен нақ екен. Мен де қаршадайымнан жұмысқа икемделгемін, қарап отырмаймын. Мамырақай ұрыс керіс жоқ бейбітте тыныш отбасы. Тек кеуге үйрен алмадым. Бірде ұйықтап жатқанда алақанымды ұстап жатыр. Тіксініп қолымды жұлып алып, теріс қарап жаттым. Содан байғұс бата алмады. Біраз күннен соң етекке көшпекші болып шиналдық. Көшпелі өмірге төселгеміз ыдыс аяқты сынбау үшін сүлгілерге орап, шелекке кастрөлдерге салып,
қазандарды кенеп қапқа орап, көрпе төсекті алашаның арасына салып, үлерді жығып, мал айдайтындардың нан, шұбат, піскен ет дегендей қоржындарына тоғытып, бізден бұрын олар жолға түскен. Малды жая отырып, ертең емес бүрсігіні кештетіп жетпек. Қоржын арттылған бақырауық қоспақтың үстінде шарбиып, кеу кетіп бара жатты. Сапқоздың жіберген екі жүк көлігіне заттарды артып болғанша күнде тас төбеге шыққан. 2 сағаттай ма жүре отырып, күріштік алқабына табан тіредік. Атамыз бізбен бірге дереу киіз үйді тігіп, темір ошаққа от жағып, тамақ қамына кірісіп қонды. Айнала тас түнек, ай таң ата туады. Далада текемет үстінде Саракөлдің пісірген макаронымен шай ішіп отырмыз. Таңертең киіз үйге бәрін орналастырып, малға сымнан тоқып, қора жасап, Саракөл екеуміз қураған жыңғылды арқамен орап, арқаға салып, отына келіп, кепкен жапа жинадық. Ертеңіне алыстан шаң көрінгенде дереу самаурым қойып, қазанды шымырлап, піскен сүр еттің қамырын дайындап, жол соқты. Әрі 2 күн ат үстінде шаршаған малшылардың осылай күтіп алдық. Алыста тоғай көрінеді. Сол тоғайдың бер жағында ауылда әкемнің ортаншы қарындасы Айнакүл әпкем тұрады. Бәрі жақсы, бәрі дұрыс, бірақ қашып кеткім кеп көңілім алағызиды да тұрады. Күйеуімнің түнде қолымнан ұстауы жиіреді. Шыным кеп қолын лақтырып тастаймын. Одан соң бата алмай қалады да 2-3 күннен соң тағы да қайталайды. Бәлкім алақанымнан ұстамаса да, жыл 12 ай, тіпті өмір бойы тып-тыныш жүре берер едім. Еш жаққа кетпестен. Жаспын, алды-артымды ойламадым ба, білмеймін, мына қол ұстағыштан құтылғым келді ме? Сол түні барлығы ұйықтады-ау дегенде мысықтап андап шығып, күріштікте жайылып жүрген торы аттың тұсауын алып, үстіне қолтығыма қысып шыққан кішкене 4 бұрышты көрбешені төсеп, шайдақ міне қыз тумасқа бет алдым. Атты үй жаққа бұрып, барып ертеп мінейін десем, үй төріп, аттың тұяғының дыбысынан атам оянып кетеме деп қорықтым. Шауын аздап қана бүркіп тұр, жер лай емес. Жарты сағаттан өте қыз тумастың шетіне іліккенмін. Мұнда әкемнің өзінен кейінгі бауыры тұрады. Нұрила әпкемнің үйін қараңғы болса да адаспай таптым. Оның үстіне қай көше еді деп іздеп жүрмейсің. Ауылда 2-ақ көше бар. Алдымда шыққан кішкене сабалақ жөндік қанден шабалана үріп, үйден біреу шықты. Бұл кім ей деді. Мен ғой әпке. Даусым кінәлі жанша құмығып естілді. Жаным-ау, шай жүрсін бе жеті түнде. Аттан түс деп атымды байлады. Әпке, үйде кім бар? Шезең бар. Қасымға бір айға қошқар баға кеткен. Балалар ұйықтап жатыр. Үйге кірдік, шыпыны дүниесі аз болса да тап-таза. Әпкем ғой, үйі болсын, ескі алдында көлденең шөп жатпайтын пысық. Төрде көзін жауын алатын құрақ көрпеше, көрпе жазықтар. Смерлігі өз алдына әңгіме, жездеміз жалғау, дарияның суы сирағанын келмейтін. Барау жоғау деген ойына да кіріп шықпайтын пейғам адам. Әпкем қыз жасауын, одан өзге кремін тоқып, мектептегі еден жуатын жұмысынан өзге табыс табады. Түрімнен бұл жүрісімен тегін еместігін сезді. Төрге көрпеше жайды, ал айта бер, мінезі өжет. Біздің әулетке сөзі жүретін әпкемнің бетіне тура қарауға тайсақтап, әпке, ол үйге енді бармайым деп бұрқ еттім. Неге? Ата енең жаман ба? Жоқ, күйеуің бе? Бәрі жақсы, тек күйеуімді жек көрем. Бойы менен кішкентай деп төмен қарапқан күйе міңгірлеп, құрақ көрпешенің шетін мыжи бердім. Ал әпкем, от алды да кетті дейсін. Біз сіңліміз бар бақуатты жерге барды деп қуандық. Жақында үлкен тойың болады деп, мынау жасауды діктім. Біреу бетіңе тіктеп сөйлемесе мастанған екенсің. Мына менің байым қандай? Шашым сыпырғы, қолым көсеу. Осы үйге келгелі не жеп жарытып, не киіп жарыдым ба? Жездеңнің үй тірегендей ұзын бойын не қылайын? Ішкен арақ, жатып шер жалқау. Әріден соң мен осыны өліп өшіп сүйіппін бе?
бір көрді де алып қашты. Былтыр өлген енемнің қандай болғанын білесің бе? Отырсам опақ, тұрсам сопақ күн көрсетті ме? Бойын неғыласын серейтіп, ойы дұрыс болса болды. Жер жебірме жетіп әбден ұрысты. Қайтып келген қызды кім жақсы көрсін? Алғашқы бақ-бақ аттап басқан алтын босағаңның, момын күйеуіңнің, елпілдеген ата енеңнің киес ұрмасын. Тез жаның барда қайт, бұл жағдайда ешкім естімесін. Тіпті келген қонаққа айтылатын шай іш демеді де. Оқуға түссем дегенде даусым зорға шықты. Оқуды байға тимей тұрып ойлануың керек еді. Қазір оқуда тегін емес, ақша бермесең табалдырған аттай алмайсың. Көрші Есентай баласын бақандай 5000 соммен Алматыға Зауветке, күнім қызын Түркістандағы педучилищеге 1000 соммен түсірді. Әкеңде көк тиында жоқ. Құдалыққа барардағы жасау гарнитурыңды әрқайсымыз бөліп алдық. Атаң сырттай Қызылордадағы пединститутқа түсіремін депті ғой. Одан артық не керек? Жақсы адамдарды бағалауың тиіс. Бол, тұр қайт. Сүмпейіп келген ізіммен кері қайттым. Құдай оңдағанда бұл ісімді ешкім білмеді. Атты орнына барып, түсіп жібердім. Сөйтіп, орныма барып, қайта жаттым. Тағдырдың талайға жазғанын көрмей адам баласы көрге түспейдіміз. Оны өзгертем деп, қанша тыраштанғанымен бос әурешілік. Күйеуім қол ұстағанымен арыға бармайды. Мен де тыжыранбай үндемей жататын болдым. Мал қашырымнан соң қыстауға көштік. Енеммен өзгерісі таңғы астан соң түгел, жоқ енемнен басқасы қоранның қиын тазалайды. Ертеңіне тағы да осы. Аязға малдың құмалақтары қайтпай тұрып, тазалау керек. Түстен кейін шөп шашады. Көктемде мал төлдетуді қиындығы аз жұмыс емес. Енесі жарытпайтын, не алмайтын, не егіздерді саракүл сояды. Терісіне мен күленканы қырқып, сан жазып құлақтарына тігемін. Қозылардың терісін күніге тері жинайтын көлікке салып жібереміз. Түске сақпаншы қойшыларға қозы қуырамын. Одан көң өртеп табанан жабамын. Кешкі тамақ күйем қолқалт етсе отын бұтап, пештің күлін шығарып, суымды тасып көмектеседі. Бірте-бірте бауыр басып бара жатқандаймын. Малдан келсе ас суын жөндеп бергім келіп тұрады. Қыстау 2 отбасына арналған, бірінде жас отбасы кәрі қой бағады. Шасы 5-тен асқан қойларды 1 жыл бағылған соң етке өткізеді. Ері қатыгез, әйелі байқұстың әбден жүрегін ұшырып қойған. Кезінде бір-бірін сүйіп бас қосқан соларға қарап Құдая бүйткен махаббатты бар болсын, деймін іштей. Нар тұлғалы, менің жарым болсын ақ дейтін жігіт, мінезі жаман. Сонда сезім, сүю дегендер тек үйленгенше ме? Одан соң өшіп қала ма? Келіншегім маған сырын айтады. Оңаша қалсақ, 2 қолымды төбеме қойып қашып кеткім ақ келеді. Әтсе, 2 баламды әкесіз өсіргім жоқ дейді. Сен бақыттысың, мінезі тамаша, не айтсаң да айтқаныңнан шықпайтын күйеуің бар. Бағыңды бағала дейді. Мамырдың аяғында жайлауға көшсік. Малшылар бір-бірін ерулікке шақырып, малда тойынған мамырақай кезең. Көктемде әскерден оралған ағам Сапқоздың малын өткізіп, ауылға көшкен. Біреудің бос үйіне орналасып, өзі трактор айдады. Күйеуіме деген ықыласымның бір күнде ауатынын білсемші. Оған мына оқиға себеп болды.